Ашып құтылған ойдымгүлдер өз үйлеріне келсе, үй іші жаңбыр суына толып кеткен болып, дәрежелегінен де сыртқа су атырылып, ойдымгүл аузын қанша жапқанымен де шамасы келмей, үмітсізденгендіктен үстіне отыра қалып, қасіреттене темекі тұтатады. Ертесі күн ашылып, байдың әйелі үйінде ұлына туған күн өткізіп жоспарлаған айтумен бірге машинада кетіп бара жатқанда мұрны бір сасық иісті сезініп, мұрнын басып алып, терезені ашып еді. Машинаны айдап келе жатқан ойдымгүлдің әкесі бұл иістің өз денесіне шығып жатқанын біледі. Ал тағы бір жақтағы Кенебек байдың қызымен әңгімелесіп жатып, менің де сендер сияқты бай-баяшат өмір сүретін күнім болар ма екен деп еді. Қыз оған тырыссаңыз әрине болады деп жауап береді. Сондықтан Кенебек алдыңғы жолғы жерасты үйге қамап кеткен күтуші мен күйеуінің көзін құртып, жолындағы кедергісін аластамақ болып жерасты үйге кірсе, күтуші кемпір әлдеқашан өлген екен де, Кенебек күтушінің күйеуін іздеп жатқанда артынан күтушінің күйеуі оны қылқындыра жөнеледі. Осылайдан Кенебек күтушінің күйеуінің шабуылынан сәтті түрде қашып, жерасты үйдің есігінен шыға бергенінде мойнында жіп болғандықтан қаша алмай қалып, күтушінің күйеуі оны таспен ұрып талдырып тастап, асхана үйден бір пышақ алып сыртқа беттейді. Ал бұл кезде сыртта байдың ұлының туған күні өткізіліп жатқан болып, ойдымгүл балгүлшені көтеріп байдың баласына бермек болып кетіп бара жатқанда, артынан күтушінің күйеуі шыға келіп, әйшеге де қарамай ойдымгүлді пышақтап тастап еді. Бұны көрген ойдымгүлдің шешесі оған атылып, нәтижеде оны өлтіріп тастайды. Осылайдан күтушінің күйеуі өлгенімен ол жерге түсіп қалған байдың машинасының кілті мыжып қалғандықтан, бай оны көтеріп кілтті ала бергенде мұрнын басып жиркенген бейне байқатып еді. Bir шетте бағанадан бері қорқып түгістей алмай тұрған ойдымгүлдің әкесі жерден пышақты аласыла жетіп келіп байды пышақтап тастайды. Осылайдан айнала шу шыққан болып, ойдымгүлдің әкесі бұл жерден ізін суытып, мүлдем іздергісі кетеді. Сондықтан жасалған қылмыстардың барлығы ойдымгүлдің шешесінің мойнына артылып, ойдымгүлден қан көп кетіп қалғандықтан көз жұмып, Кенебек жазықсыз деп босатылады. Ал байдың үйі басқа біреудің қолында өтіп, Кенебек іздергісі кеткен әкесі мен өмірден озған қарындасы ойдымгүлді еске алу үшін әрдайым байдың үйінің маңайына келіп, түрімен үйге қарап көзмейін қандырып жүретін. Бір күн өтінде Кенебек үйдің жерасты үйінің шырағы бірде жанып, бірде сөніп жатқанын көріп қалып, жерасты үйде сөзсіз тығылған адам бар ұқсайды, бұл менің әкем болуы мүмкін деп ойлап, судан кейін күндер барынша тырысып, байыған соң байдың үйін сатып алып, жерасты үйде жасырынған әкесін шығарып, екеуі осы үйдің қожайындарына айналады. Бұл фильмнің уақиғасы біртүрлі болғанымен 2009 жылы 72-ші кезекті Кана кинофестивалында ең үздік кино атағын алумен бірге Оскар сыйлығын иеленген бірден-бір Корея киносы есептелінеді. Былайша айтқанда есепсіз марапаттарды алған бір көруге татитын кино. Фильм ұнаса ақша беріп, мені қосып алыңыз. Келесі мазмұнда тіпті де керемет киноларды жаңалайтын боламын.